достар, мен қазір Лондонда жұмыс жасап жатырмын. Повар болып кеттім ғой мен қазір. Сол жұмысымды сіздерге көрсетейін. Бір күндік менде қандай жұмыс болады. Мен азында емес 12-де келем. 3 күн 12-ден бастап істеймін, 3 күн 5-тен бастап жасаймын. Келісіп алдым солай бастықпен. Мынау мен зонам, осы еттің зонасы, осы жерде тұрамын мен. Мына печка, не ғой жаңағындай көмірмен жағатын. Осы жерге жаңағы нелерді салып аламын, стейктарды. Сосын мына печкаға пісіремін. Мұнда менде заготовкаларым тұрады. Еттерім, рыбай, порк бар, мұнда куриный, сол сияқты. Мұнда менде дайындалмаған еттер тұрады. Сосын кейін дайындаймын. Жаңағы 12-де келген кезде соларды дайындай бастаймын. Так, жұмысым осы. Мен мысалға жұмыста болмай қалған жағдайда немесе кешігіп келетін болсам, қасымдағы балдар жасай береді. Осында шеф бар, ол білет. Біздің бастығымыз осы жерде өзі жұмыс жасайды, өзі осы жерде тамақ істейді. Бұл жақта сондай екен, бастықтардың өзі жұмыс жасайды екен да. Бізде ондай емес. И одан кейін коллектив жақсы, бірге дружный да. Ешкіммен санаспайды, ешкімді ұрыспайды. Жаңағындай қырылысу, айқай жоқ. Сұранатын болсаң, любой жаққа жібереді. Если қатты бір заказ көбейіп тұрмаса, даже кейде 12 сағат бірлерде біз өзіміз шығып жүріп қайтыңдар дейді. Далаға шықпайтындар, жұмыстарын істеп ал, тиктогында отыра бер деген сияқты. Ал когда заказ көбейген кезде біз уже жұмыс жасаймыз, бәріміз бірге. Түсіністік бар да адамдарда ше, түсіністікпен қарайды да. Сол осы мен қазір жұмысым, қазір осы жұмысыма күнне емес аптасына келіскеміз 500 күн. Өйткені мен толық жұмыс жасамаймын. Енді блогым бар, осындай деп басқа түсіндіріп айтқам, все хорошо деп екеуміз ортадан келісіп, солай бағаны шығарып алдық. Вот солай күнделікті жұмыс осы менде қазір. Мұнда саяқ жуатын жері бар, мұнда тамақтар дайындайды. Мына жерде осындай аппарат бар. Бұл тамақты қойып қойған кезде ысытып тұра ма, сондай темасы бар, жылытып тұрады, короче. Вот барлық нәрсе тап-таза орнында тұрады мұнда. Өйткені бұл жерде көп тексеріс бар. Тазалыққа өте қатты қарайды екен бұларша. Андай тексеріс келіп қалса, егер ресторанды просто жауып тастай салады, өйткені бұл жерде келісе алмайсың да біздің қазақстандар сияқты. Вот осы мен жұмысым қазір.